Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikToктағы және ютубтағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Енді мынадай күрделі анықталмаған интегралды сіздерге дұрыс табу жолын үйретемін. Интеграл x көбейтілген арк косинус бір бөлінген x dx. Енді бұл интеграл таблицада жоқ. X-тікі бар, арк косинус x-тікі. Онда таблицасыз басқа жолмен шығаруға тола келеді. Мынаның өзін бірден шығара алмаймыз. Мына оңай есеп бәрі шығарылады деп претензия айтпаймыз. Ұнамаса көрмей қойыңыз. Қызғансаңыздар тура менікі сияқты контентті ашып, мен жарысыңыздар, мен жарысуға дайынмын. Енді мына онда претензия айтпаңыздар, есептеріңіз оңай деп. Ұнамаса көрмей қойыңыздар. Мына интегралды қалай табамыз? Бұнда бөліктеп интегралдап отырсын табамыз. Бұнда бөліктеп интегралдау әдіс арқылы табамыз. Қандай ол бөліктеп интегралдап отырса, егер екі функцияны көбейтілсе, бір функцияны көбейтілсе, екіншісінің u деген функцияның көбейтіндісі көбейтілген, екінші функцияның басқа функцияның туындысының көбейтіндісінің интегралы ол тең. Екеуінің көбейтіндісі осы функцияның алынған бөліктеп интегралдап отырса, бірінші функцияның туындысы көбейтілген екінші функция dx. Bir функция мен басқа функцияның туындысының көбейтіндісінің интегралы ол екі функцияның көбейтіндісі алынған, сол функцияның туындысы бірінші функцияның көбейтілген екінші функцияның туындысы содан интегралға тең. Осы формула бөліктеп интеграл. Біз қайсының b деп алған ыңғайлы? Бізге қайсының u деп алған ыңғайлы? Туындалып құтылғымыз келіп тұрған арк косинус қой, ең қиыны, дұрыс па? Ең қорқытып тұрғанбыз. Сонда енді осыны b деп аламыз, мынаны u деп аламыз. Одан u деп аламыз, арк косинусын, ананы b деп аламыз. Сонда b дегеніміз не, u дегеніміз не? u-ды біз арк косинус бір бөлінген x аламыз, дұрыс па? u-ды біз арк косинус x бөлінген бір деп аламыз. u тең арк косинус x бөлінген бір. Міне. Енді осының туындысы қандай болады? u-ның туындысы. Күрделі функцияның туындысы ғой, дұрыс па? Бір бөлінген түбір астында арк косинустың таңның туындысы бір бөлінген түбір асты бір минус квадрат, минус, дұрыс па? То есть минус бір бөлінген x квадрат, дұрыс па? Көбейтілген мынаның өзінен аламыз бір бөлінген x-ті. Минус бір бөлінген x квадрат, минустар жойылып кетеді, x-ті жарайды пока оң деп есептесек, егер x-ті, онда мынау не? X квадраттан мынау не қылып кетеді да, x-ні айқашып кетеді да, сонда минустар жойылып кетеді, сонда x-тан бір бөлінген x-тан қандай болады? Түбір асты x квадрат минус бір. Осылай болады. Оң деп есептесек әзірге. Сонда енді мынада қарайық. Сонда мынада осындай болып шықты, u-дің енді b деп не аламыз? b деп туындысы x-ке тең. Не ол? X квадрат бөлінген 2. Яғни ол x-дің интегралы. Анықталмаған, бір интегралы анықталмаған осы функциясы. Осыны аламыз b деп. Енді соны қысқаша көбейту формуласын, жаңа айнымалы ауыстыру формуласын қолданайық ана жерде. u деп мынаны алдық, b деп мынаны алдық. u көбейтілген b, яғни арк косинус бір бөлінген x, арк косинус бір бөлінген x, арк косинус бір бөлінген x, көбейтілген x квадрат бөлінген 2 алу. Енді b көбейтілген ан туындысы. Ан туындысын есептедік, дұрыс па? x-тан түбір асты x квадрат минус 1 dx. Жерден алар қысқараттан x квадрат пен x, сонда қандай болады? 2x квадраттан 2-ден x квадрат арк косинус бір бөлінген x минус 2-ден 1 x-тер қысқарды dx бөлінген түбір асты x квадрат минус 1. Енді жерде қарайық, x квадрат минус 1-ді t деп ойласақ, жеке есептейікші, ойша аларға кедергі келтіріп, x квадрат минус деген соң интеграл есептейік. X квадрат минус 1-ді t деп алсақ, сонда dx неге тең? dt неге тең? dt 2x, мынаның туындысы 2x, бір жоқ 2x dx-қа тең. Значит, мынау 2-ден 1 dt болады. Мынау түбір асты dt, значит, мынау қалай болады мына интеграл? Мына интеграл неге тең болады? Значит, мына интеграл қалай есептейміз біз? t деп алсақ, x квадрат минус 1. Мынау, значит, мынау 2-ден 1 dt болады, мынау 2x dx болса, мынау егер мынау dt 2x dx болса, мынау x dx қой. Сонда енді мынау интеграл қалай есептейміз? Жеке ойша есептейік екінші интегралды. 2-ден түбір асты dt бөлінген 2 түбір асты dt, ол дегеніміз бір бөлінген 2 түбір астының алғашқы түбір асты ғой. Еще 2-ден 1 бар, тының орнына тең түбір асты x квадрат минус 1. Мына интеграл. Соңғы бірақ мына жерде 2-ден 1 бар, значит, мынау неге тең болады? Мына интегралды есептедік біз. Айнымалы енгізу арқылы мынаның дифференциалы болады да, дифференциалының жартысы, значит,
затта бөлінген екі түбір асты, яғни екі түбір астының алғашқы нүктесін табу керек. Бір бөлінген екі түбір асты ол түбір астының ан туындысы маған тең бір бөлінген екі түбір астыға тең. Значит, мынау интегралымыз окончательно қалай болады сонда? Окончательно мынадай болады мына интегралымыздың. Мынау есеп өзі дайын тұр, екі функцияны көбейтіндіретін оны ықшамдап түрлендіріп керек емес. Таптық та интегралымыз. Сонда бізде қандай болайын деп тұр? Алғашқы интеграл неге тең болайын деп тұр? Яғни ең соңғы окончательно 2-ден x квадрат от косинус 1 бөлінген 2 минус 2-ден түбір асты x квадрат минус 1 плюс с. Міне, интеграл мынаған тең. Міне. Видео ұнаса лайк қойып әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.